Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтар және де Шымкент қаласының тұрғындары. Бүгін біз Достық алабындамыз. Шымкент қаласы, қай ауданға қарайсыздар? Абай ма? Абай ауданы. Абай ауданына қарасы Достық мөлтек аудандамыз. Айдарлы 63-те 4 бізді шақыртқан тұрғын Тілеулес Дүйсенұлы. Тілеулес Дүйсенұлының өзінің рұқсатымен үйге кіруге рұқсат алдық. Дұрыс па, Гога? Өзіңіз алып. Өзім шақырдым. Қалай рұқсат? Жаңағыдай ғой. Сіздің рұқсатыңыз керек. Енді өзіңіз бірінші таныстырып өтіңіз. Айта беріңіз, мен ұстап тұра беремін. Ал менің атым Тілеулес, фамилиям Ілес Дүйсенұлы, жасым 72-де зейнеткермін. Мына тұрған үйде, мына тұрған бір крышаның шаңырақтың астында 38 сотыққа 4 участок берілген, баяғы өмір Жағаметтің кезінде берілген бұл. Сол қазір содан бері мына 23 жылғы августқа дейін бұл үй менің денсаулығы жоқ балам атында болды да, мен арғап жекешелендіру үшін өзім атыма аудару керек бұл өйткені мен жасым зейнеткер, өзім зейнеткер болғасын қол бос мен болдым. Сөйтіп мен бұған август айында кірістім 23 жылғы, сөйтіп арыздандым. Бұл арызданғанда ол тұрғын үй басқармасы ғой енді. Барып ем бүкіл үрім бұтағымды, менен тараған балдарым, үйінде немерелерім бәрін алдырды, жеке куәліктермен тексерді, арыздарын нотариалды бекіттірді, бір-біріне келісімін бекіттірді, әйелімен күйеуі келісім береді екен, бекітті. Сөйтіп менің атыма аударды да, соған где-то жарты жылдан аса уақыт кетті сондай жұмыс істеуіне. Бұны мен ойлаймын, тұрғын үй басқармасының нормаларын сақтамаған деп ойлаймын. Ол енді мен ары кетсе 2 ай 3 айда бітетін тірлік деп ойлаймын да. Ол 1,5 жылға созылды. Жоқ, мынаны 6 айға созылды. Бірінші менің атым 6 айына созылды. Себебі олар қай уақытта дайын болғанын айтпады, өзім барғанда барып білдім, осымен сондай менен. Сөйтіп мен оны енді жекешелендіруге кірістім. Жекешелендіруге кірісіп ем, жердегі дайындатқан документ қайтадан дайындады. Қайтадан дайын, түсінесіз бе? Бәрінің согласиясы дей ме, келісімі дей ме, арыздарын қайтадан жаздырып. Мен неге бұл енді сол баяғы құжаттар жатпайсым? Жоқ деді, ол жарамайды деді. Онда сіздер маған дәбеніс берді, бәрін өзім істеп алайын дедім. Жоқ, келіспеді. Біз деді бәрін заңдастырып, заңдап істейміз. Содан бері бұл үйдің документі апрель 24 жылдан бері 1 жыл болды ғой. Сол жекешелендірмей келдім. Себебі бұлар дұрыс дайындамайды документті. Бірінші дайындағанда қып-қызыл қате ішінің бәрі. Келісім шарты болсын, сондай бәрі қате. Мынау не десем, қолман түсетіп қойды да, мен жоқта жұбайыма беріп жіберіпті. Мен жұбайыма дәбеніс бермегенмін. Енді қашқан ғой мен документ алады деп. Өйткені мен заңгермін, түсінемін. Сөйтіп көрсең қып-қызыл не, содан кейін барып ем, қайтарып істемейміз деді. Содан кейін прокуратураға бердік. Содан бері прокуратурадан 4-ші рет арыз өтті. Олар арғап қазбайды. Неге мен документті орысша айтқан даума дейді ғой, қалғым келеді. Өйткені 2017 жыл менің басымнан осы үйдің документі дұрыс болмағандықтан мен айып төлегенмін. Өйткені үйден шықпады документім, менің фамилиям. Соны мен түсіндіріп айттым. Тұрғын үй басқармасында айттым, прокуратураға айттым. Бірақ олар істемеді. Енді мына 4 үйге бір шаңырақтағы бір көсакты береді ғой. Барлығыңызға біреу ма? Иә, сөйтті. Ар жағын өзің істеп маған дәбеніс береді. Сендер баяғыда маған айтып едіңдер ғой, біз бәрін заңдастырамыз деп маған бермедіңдер. Мен неге істеуім керек деймін ғой. Сен дәбеніс істемеймін. Сен маған үйді жекешелендірдің бе, дайын құжатымен бер. 1.200.000 800.000 төлеп қойғам мына үйден. Төлеп қойғам да. Сөйтсем, сол енді істеп жүрмей жатыр. Прокурор істегісі келмейді. Мұханов қабылдамайды. 20 күні арыз жаздым, 25 күні қабылдауында бардым, қабылдамайды. 20 күні менің арызым бойынша облыс қалалық акиматтың бірінші орынбасары Асыловтың төрағалығы өтіп, мен шешім қабылдадым. Шешім қабылданғанда ағалардың былығы 40 дейді. 1 жылдағы анықталған ғой. Анықталған 1 жылдағы. Мен айтамын ғой, неге 1 жылдағы? Мен сіздерге 17 жылдан бері деп айттым десем, прокурорда жәлде орындаушы Мылқау. Сыламбеков шешпеді орынбасары, Мұханов 25 күн қабылдамады, алдында арыз жазғам қабылдамады. Енді сонымен бұл дау тұр. Неге мен бұлардың мемлекеттік актісін қабылдап алуым керек? Мен себебін айттым. Бүкіл әйелдер 2017 жылы акиматқа басып кіру себебі пособиясын жеңілдіктер аламады. Именно документтердің тура болмауынан. Соны Сағынтаев үкіметі 2017 жыл күзге дейін торлаймыз деген. Бірақ ол торланбай күні бүгінге дейін торламақ түгілі ол жалғастырып келе жатыр. Қате жүзуді. Мен соған қарсымын. Сен торлаңдырсың, олар торақсы келмейді. Бірақ жылын көрді. Балаға қараң болған соңынан шешім қабылдады. Ол шешімді 20 күнгі февраль ақпанда қабылдаған шешімді маған күні бүгінге дейін берген жоқ. Сұрайын бермейді. Исполнитель орындаушы Әл-Фараби прокуратураның қызметкері бермеді.
барып ал деді. Қолында тұрған документтің көшірмесін бермеді маған. Түсінесіз ба? Сол шымшықтар қағаздандыру деген нәрседен құтылу үшін қазір президентіміз цифрландыруды қолға алған жоқ па? Қазір оны неге оны шығарып бермей жатыр жылдамдатып? Енді қараңдарда ол цифрландырудың мен жақсылығын көрмедім. Бұрын мына үйдің сен нөлден бастап сөйтсін бір тесікке тапсыратын ең бір окноға да дайын алатын ең. Қазір госактағы аз бергенге біраз, техпаспортқа біраз, оны тіркеуге біраз, оны кейін оны бір ана көп да соның бәріне жеке барып істейтін. Бұл мен қиындатты деп есептеймін. Бұны жеңілдеткен түрін қарау керек. Бір барып тапсырғаннан кейін ары қарай өздеріне біріне бір передав ете берсін. Ақшасын төлеп қойса төлеп қою керек. Солай істелу керек деп ойлаймын. Енді мынаның жәлдегі 1,5 жылда істемей келатқанын, егер жұмыспен тұрғын үй басқармасы сауатсыз болса неге отыр олар? Осындай тұрламайды. Неге отыр? Иә, неге отыр? Мына документтер мына жерде тұр, көрсетем қазір. Неге отыр олар? Сол керек па? Жоқ, әлде басқа жақтайы бар ма? Жоқ, бірдеңке беру керек бұларға. Ол ашық әңгіме ғой, ол қазір біздің өмірімізде болып жатқан жағдай. Сен бірдеңке бермесең, баяғыда айтатын еді, пара бермесең бара бер. Мен қайта барып жатырмын да. Сенің документін келдіріп, еш уақытта маған хабарлап жібермейді. Кеше соң алдында барғанда 409-дағы әшкел әйел бар, енді осыма айналды. Соған барсам, Көпжанға бар дейді. Көпжанға барсам, шақырып алады, екеуі ұрсады. Нағымнан істемедің, нағымнан істемедің. Содан кейін мен кетіп қаламын. Ол маған еш қатысы жоқ ұрысты екеуі. Енді біреуі дайындамаса, біреуі дайындағысы келмесе, біреуі дайындатамаса, оны мен сіз қайтарып жібересін ұрса ма не алады сонда? Оны білмеймін не үшін ұрсатын да. Енді соңғы рет барғанда тағы бардым кеше. Сөйтіп Көпжанға барсам, Көпжан еді, біз саған госактың істеп бермейміз. Неге деймін ғой? Сендер баяғыда өзіміз істейміз дедіңдер, бәрін заңдастырамыз дедіңдер. 1,5 жыл болды. Олар енді оплата қалған 400 мыңдайды қайтадан төлеусін график түзу керек. Мына госактыны не қылу керек? Мына госакты неге 4 үйге біреу берген жаман? Өйткені ертең бұны мен кепілге қойсам, мен қалған 3 үйдің келісімін алуым керек. Сататын болсам 3 үйдің келісімін алуым керек. Оның бәрі жалғыз канителде, желегде жүргенде. Бұл соны түсінбейді. Егер әкімшілік прокуратура неге 1 жылын тексерді? Сонша халық шулады, сонша аналарын шулады, пособиесін ала ма, жеңілдігін ала ма? Оны ар жағын қатысқысы келмейді. 1 жыл тексерді, қырғын дейді ғой, қате деген былық деген қырғын дейді, бірақ тексермейді. Мен осыған мен прокуратураның осыған наразымын да. Қазір мен парламентпенен Тоқаевқа документ дайындап жатырмын. Қалай бұл енді? Мүмкін емес қой бұндай. Жұмыс істемей ме? Кетсін, босатсын орындарын, істегісі келмесе, сауатсыз болса. Ал ондай болмайды. Енді сізде толықтай қағаздар, жаңа документтері тұр ғой, жақында түсірші. Міне, көрсетейін мен сізге. Мына ең соңғы үлгідегі берген госактысы. Мен договордағы жіберген қателіктері. Қатесін көрсетіп тұрсыз. Иә, көрсетіп тұрмын. Міне, қараңыз, 32 сотыққа береді договорды, міне, 32 сотыққа береді. Договорды да, госактында міне 32 сотыққа береді да. Сөйтті өзің істеп ал дейді да, ар жағын өзің істеп ал дейді. Неге мен олардың жұмыс істеуім керек? Олардың штаты, по-моему, берілген, толық штаты берілген. Ал мен басында өзім істеп алайын деген кезде бермеді. Енді маған істетін істеп ал дейді. Мынадағы қателігін ішіндегі көрсеңіз, қателіктерінде мінекей. Міне, басының өзі мынандай да. Басының өзі. Қолмен тұрылап жатыр мына. Не қолмен тұрылып жатыр? Осыны дұрыс дейді. Қалай болады, мен түсінбеймін. Енді ертең мына 4 үйге 1 госакты берген екен, 38 сотық деп тұр ғой. Мен қандай жүгірем, түсінесіз ба? Үйді кепілге қою керек болса, үйді сату керек болса, мен неге жүгірем керек мыналардың жіберген қателігінен? Неге жүгірем керек мен да? Соны прокуратура істегісі келмейді, тексергісі келмейді, ары тереңдеп. Мына жерде осы шамада есебі жоқ осындай адамдардың сандалып жүрген. Олардың бәрі мен сияқты сауатты емес қой. Мынау 3 жыл жүгірді. Сатамай енді сатты. Міне мынау үйде. Аласаңыз. Мен түсінбеймін, бұл қалай болады, біз қаяға баратырмыз? Жаңа Қазақстан деген осы ма? Бұдан да басқа бір жақтар бар ма? Енді прокуратураның мен не қылатын, менің құқығымды қорғайтын прокуратура неге ол 1 жылды ғана көтеріп, ар жағын көтермей отыр? 2017 жылы Сағынтаевтың мен жазғанда уәдесі бар. Күзге дейін 2017 жылға бәрін қалпына келтіреміз, арға бәрі қалыптай болады деген. Биыл қай жыл? 2025. 24 екті. 25. 7 жылдан кейін де түзелмей ол жалғасып жатыр да. Ол енді қанша адамның қиналып, қанша адамдардың не қылып білмеймін мен. Оны өздері білер. Ал сол қызметкерлер әлі отыр жұмыс істеп. Ол қандай жаза қолданып отыр? Сондай не үшін отыр ол?
қандай беріп қойған бірдеңкелер бар ма? Орнынан кетпейтін, мен түсінбедім соны. Түйіндейміз ба? Айтарыңыз бар ма? Енді айтар болғанда менің енді Кімден көмек сұрайсыз? жалпы мен мына қоғамдық бірлестігім бар еді өзімнің. Әйтеуір осындай жұмыстарға араласатын, содан біраз тірліктер істеп жүремін. Міне май дөшелерді айттым, көрсеттім желді, ана жерде қаласыңдар көрсетемін, ана гарбати болып қалған бетонды кәдімгі грувый құйып кеткен бетонды. Оны мен енді бұны мына біздің мәслихатымызбен тоқайып қайтамын ғой енді. Енді бас прокуратураның құлағына алтын сырға дейміз ғой. Мыналар жұмыс істей ме, жұмыс істемей ме? Неге ол сонша балықты көріп тұрып, сонша балықтың мемлекеттік қызметкерлердің балығын көріп тұрып та, неге ол бір ағзын тексеріп, ар жағын жылы жауап қоя салады? Енді асылып қандай шара қолданды? Маған неге шешім бермейді? Қолыңызға бермейді, не шыққан? 25 күні бардым, 20 күні шешім шықты деді, 25 күні Мұхановтың қабылдауына бардым, қабылдамады, арызым бар 20 күн жазғанды, қабылдамады. Шешімім бар деймін, бірақ шыққан шешім? 20 күн шықты деді, 2 адам жазалады деді. Қандай жаза қолғанын айтпайды, мен оны түсінбедім мен. Сонда бұл мен көтеріп атқан, өйткені мен түсінемін, өйткені өзім мені жазалаған осын. Біреулердің жәлдегі тұрғын үйге байланысты БТИ дейміз, тұрғын үй дейміз, солардың кінәсіне мен жазалаған. Енді қанша адам жазаланып жатыр, мен білмеймін. Соны прокуратура істегісі келмейді ғой. Енді Тоқаевқа, парламентімізге, біздің жаңағы соң құрып атқан бас прокуратурамызға алтын сырға. Рахмет. Тілеуік көкеміздің әйтеуір тілегі қабыл болып, алдағы уақытта оң шешім табуын бізде сұраймыз. Бақытжан Көпбаевтың ақпараттық агенттігі бүгін 2025 жыл 2 наурыз Тілеуік көкеміздің барлық мән-жайын өз аузынан тыңдадық. Бас прокурор Берік Асыловтан көмек сұрап, президентім Қасым-Жомарт Тоқаевтан, жаңа парламенттен жоғарғы. Жоқ, мына тәртіпке келтіре ме, келмей ме мына жағым? Енді оны біз құзырлы органдарға жолдаймыз. Әлмен қарай солар жұмыс жасайды ғой біздікі. Сізден сұхбат алып. Мұхановта кім? Қаланың әкімі Оразай кім еді? Сыздықбек 2023 жылғы қарашада жазылған арызымнан әлі қабылдамайды. Түсінесіз бе? 2023-те отырды ма ол кісі? Иә, созды отырды ғой. Мен қабылдап жаздым, соны қабылдамайды әлі. Мен білмеймін, бұл қандай, не істеу керек әкімге кіру үшін. Өзім жасым сепсекте өте қоғам бірлестігінде істеймін. Өте сауатты мамандығым 5 мысалсында. Енді аналардың жұмыс істеу үшін көріп, жіберген қателерін көріп қапа боламын да. Мына жолы қойып атқан мынасы. Тағы да бір айта кетейін. Мына табиғи газды балансын өтсемапты. Қазтрансгаздың. Оған жекешелеп бір видео түсірейік, бола ма? Давай, бола. Рахмет, осымен түйіндейміз.